берулеріңізге болады. Менің есімім Нұргүл, Астана қаласының тұрғынымын, 3 баланың анасымын. Бизнес жасап жатқаныма ровно қазіргі таңда 2,5 жыл. Бизнесқа келгенге дейін мен білімсіз болған жоқпын, ақша да тауып жүрдім. Мектеп бітіргеннен кейін 4 жыл университет оқығанмын, 2 жыл магистратурада оқығанмын, 7 жыл жоғары оқу орындарында магистр оқытушы болып қызмет жасадым, 5 жыл мектепте мұғалім болып қызмет жасадым. Астанаға қоныс аударғаннан кейін менде ешқандай да выбор болған жоқ. Мектепке балаларымның қасына ыңғайлы етіп, мектепте жұмыс жасадым. Каникул кездерінде ауыр да жұмыс жасадым, өйткені Астанаға қоныс аударғаннан кейін бізде қиын күндер өте көп болды. Астананы білесіздер, міне барлығы квартирада жүреді, халықтың кредит, қарыз деген нәрсе менің де басымда болды. Мен сіздерге бұны не үшін айтып жатырмын? Егер сіздер қазір қиындықта жүрген болсаңыздар, квартирада жүретін болсаңыздар, қарыз, кредит деген басып тұрса, онда срочно сіздерге орифлейм жасау керек. Міне 11 жыл мен ешқашанда елмен қатар, ешқашан саяхатты көрген емеспін, салоннан машина мінген емеспін, жаңа үй кірген емеспін. 11 жыл мемлекетке қызмет жасап, тем более адал барлық энергиямды беріп, ал жағында 6 жыл оқуды айтпай қояйын. Енді компанияға 2 жылдың ішінде 20 жылда адамдар үкіметте жұмыс жасап жүріп жете алмайтын дәрежеге жетті. Қазіргі таңда компанияның золотой исполнительный уровень қорғадым. Маған компания $30,000 премия беріп жатыр. Бұның барлығы 2 жылдың ішіндегі нәтиже. Өйткені маған қатты керек болды, мен тез жасадым, мен жеттім. Бұл жерде әділ, егер сіз қазір тіркеліп, тез жасап, осы біздің дәрежеге тез жетулеріңізге болады. 2 жылдың ішінде неге жеттім? 2 жылдың ішінде осы Астана қаласынан 1 және 3 бөлмелі 2 квартира алдым. Әлемнің 6 елін ешқашан түсіме кірмеген елдеріне саяхат жасадым. $1000 бастап $30,000 дейін компаниядан премия алдым. Компания тегін Toyota 70 берді. Бұның барлығы 2 жылдың ішінде, достар. Енді сіздер фокус күтіп отырсыздар, осы не істеді екен,